Достар, бүгінгі видеода біздің ең сүйікті актеріміз Джеки Чан ойнаған Пианни Мастер 2 киносына шолу жасаймын. Бірақ та одан бұрын осы киноның бірінші бөлімін көріп алыңыздар. Ол азғантай шолу арнасына салынды. Астындағы сілтеме арқылы сол шолуды міндетті түрде қарап кетуді ұмытпаңдар. Ал ендеше шолуды бастайық. Джеки әкесі мен қызметкерімен бірге кеден шекарасында тұрады. Ол өздері сатып алған өнімге не үшін төлеу керектігін түсінбейді. Осы уақытта Америка елшісі келеді. Әкесі Джекиге егер төлегің келмесе, болашақта елші болуға әрекет жаса дейді. Джеки үйдің қызметкерін шенді адамға итеріп жібереді. Ол өзінің өнімін оның сөмкесіне салып қояды. Осылай ол салықтан жалтармақ. Кеден шекарасынан өткеннен кейін пойызға отырады. Бірнеше уақыттан соң олар өздерінің өнімдерін сөмкеден алу үшін іздеуге кіріседі. Ол өнім жинчен атты дәрілік өсімдік екен. Джеки өз затын алғалы жатқанда бейтаныс адамның ұрлық жасап жатқанын байқайды. Оның артынан түсіп екеуі әбден төбелеседі. Екеуі төбелесіп біраз жерге кетіп қалады. Сәлден соң біздің батыр өзінің атақты пианни кулагын қолданады. Бірақ та онысынан ештеңе шықпай арты айырылып қалады. Ол кісі Джекидің төбелес өнеріне тәнті болғанын айтады. Осы кезде пойыз орнынан қозғалып, Джеки кетуге мәжбүр болады. Бейтаныс ұрлаған қорабын ашып қараса, оның ішінде шөп дәрі болып шығады. Ал Джекидің қорабында не бар екені белгісіз. Біршама уақыттан соң тексеріс басталады. Олар өздерінің дәрілерін ашып көрсетіп жатқанда, жаңа қорапты ашып қараса, оның ішінде белгісіз зат жатыр екен. Полиция қызметкері ана қорапты ашып көрсет деп қайта-қайта айтады. Осы кезде бір жігіт келіп, полиция қызметкеріне өзінің құжатын көрсетіп, бұл жерден тайып тұр дейді. Ол кісіден кешірім сұрап, олар бұл жерден тез арада кетіп қалады. Белгісіз жігіт қарсы барлау агенттігінде жұмыс жасайды екен. Ал Джекидің қорабында императордың мөрі екен. Ол Қытай елінің ең маңызды заты болып табылады. Оны елшілер Лондондағы көрмеге апарар болса, ол әлемдегі ең мықты көрме болатын еді. Сондықтан ол затты іздеу үшін барлық күшін жұмылдырады. Қазіргі сәтте Джекидің әкесінің мектебі және де емханасы бар. Оның әйелі Лин құмар ойын ойнап отыр. Күйеуінің ұзақ жолдан келгенін біліп, тез арада ойынды жинап тастап, ауруларды қарап отырғандай болады. Чан мырза емдік өсімдікті алуға осында келеді. Ол Джекиге жинченді әкелдейді. Джеки не істерін білмей абдырап қалады. Оның анасы көмектескісі келіп, үлкен редисканы Чан мырзаға апарып береді. Оны әкесі көріп қойып, Джеки амалсыздан бір өсімдіктің тамырын жұлып алып, әкесі алаңдап тұрғанда оны Чан мырзаға табыстап шығарып салады. Металл өндірісіне елшінің адамдар келеді. Олар жұмысшыларға ешқандай демалыссыз жұмыс жасайсыңдар, еще артық ақша төлемейміз дейді. Че-то таныс елдің талаптары ма деймін, әзіл, бас кетіретін жағдай жоқ. Осылай оған жұмысшылар қарсы болып, ақырында төбелес басталып кетеді. Генри деген жігіт жұмысшыларды жермен жексен етіп ұрып соғады. Осылай олар амалсыздан демалыссыз жұмыс жасауға мәжбүр болады. Елші ғимараттарына қарама-қарсы Джекидің әкесінің мектебі орналасқан. Елшінің ұйқысына кедергі жасаған үшін олар мектепті сатып алғысы келеді, бірақ та олар бас тартады. Осылай елші қызметкерлеріне олардың көзін құрт. Джеки анасымен бірге көшеде жүргенде оларды елшінің адамдары байқап қалады. Джекиді танып, оның артынан аңдуға көшеді. Сәлден кейін анасының құрбысының сөмкесін елшінің адамдары ұрлап кетеді. Джеки оның артынан қуып, сөмкені тартып алғанда елшінің басқа да адамдары келеді. Олардың ішінде Генри де бар. Генри анасының бетінен ұрғандықтан Джеки олармен төбелесуді ұйғарады. Анасы оның пианни кулагы мықты болу үшін ішімдіктерді тоқтаусыз лақтырады. Әбден масайған Джеки елшінің күшіктерінің жүздерін жерге сипайды. Бір уақытта әкесі келіп баласын жазаламақ болады. Бірақ та арқасы бар алқаш әкесімен де төбелесе кетеді. Әкесі әбден ашуланады. Себебі оған ішуге де, пианни кулагты қолдануға да тыйым салған еді. Үйіне келгенде оның сүйікті өсімдігі қурап қалған екен. Ол өсімдіктің тамырын жеген Чан мырза өліп кете жаздапты. Осылай әбден ашуға мінген әкесі баласын әбден сабап үйден қуып шығады. Джеки кафеге келіп өлгенін шешеді. Оның тіпті қимылдауға да мүмкіндігі болмай қалады. Осы уақытта елшінің адамдары келіп Джекидің сазайын береді. Оған Сан деген жігіт көмектескісі келеді, бірақ та ол да таяқ жеп қалады. Олар Джекиді алып, бүкіл жұртқа масқара етіп, тыр жалаңаш көшеге іліп қояды. Әкесі оны көріп, баласын үйіне алып келеді. Ертесіне Джеки өзін мал секілді сезінеді. Көз жасы көл болып, істеген ісіне әбден өкінеді. Әкесіне келіп кешірім сұрап, ендігі ешқашан ішпейтіндігін айтады. Әкесі кешірімін қабылдайды. Пойыздегі ұрлықшы Джекидің үйіне келеді. Оны анасы қарсы алып, төбелес басталып кетеді. Осы уақытта әкесі келеді.
Әкесі ол кісімен танысып, оның кезінде мықты әскери адам болғанын біледі. Ол кісі императордың мөрін сақтап қалғысы келгенін, әйтпесе ұрпағым Қытайдың тарихын білу үшін Лондонға баратын болады дейді. Түсте олар Джеки екеуі бір кафеге келеді. Ең қызығы, ол кафеде олардан басқа ешкім болмайды. Бір кезде оларға елшінің адамдары шабуыл жасайды. Оларға барынша қарсы тұрады, бірақ та қақтығыс кезінде әскери ата жарақат алады. Олар қашып келе жатқанда елшінің баскесерлері оны атып, мөрді өздерімен бірге алып кетеді. Джеки оның қасына келіп, кек алатынын айтады. Әскери адамның киімін киіп, Джеки мен Сан елшілікке келеді, бірақ та олар тұзаққа түсіп қалады. Оларды ұстап алып суретке түсіріп алады. Осылай елшілікке оларға не істесе де рұқсат береді. Осының арқасында елші баласымен қорқытып, Джекидің әкесінің жерін арзан бағада сатып алады. Ертесіне екеуін босатады. Ол тағы да әкесінен кешірім сұрайды, бірақ та бұл жолы әкесі оған мүлде ренжімегенін айтады. Елші зауыттағы барлық қызметкерлерді жұмыстан шығарып жібереді. Халық шу шығарады. Не болғанын білу үшін жұмысшылар зауыттағы заттарды тексереді. Сөйтсе елшілік олардың құнды заттарын ұрлап жатыр екен. Олар қашқалы жатқанда елшінің адамдары оларды ұстап сазайларын береді. Ішінде бір ғана адам қашып шығады. Ол Джекиге келіп барлық мән-жайды айтады. Осылай олар зауытқа шабуыл жасайды. Ол жақта Джекиді шынжырлы жігіт күтіп тұрады. Оны әрең дегенде жеңіп шығады. Ары қарай барғанда елшінің ең мықты адамы келеді. Екеуі ұзақ төбелеседі. Бір кезде оған Генри екеуі жабылып, Джекиді жанып тұрған шоқтың үстіне тастап жібереді. Джекидің сау жері қалмайды, қолдарына дейін күйіп қалады. Не істерін білмей тұрғанда шарапты байқап қалып, өлгенін шешеді. Енді пьяный кулакты толық дәрежесінде қолданатын кез келді. Барлығының артын айырып, есі ауысқандай қалыпта тұрады. Ертесіне оларды марапаттап жатқанда Джекиді таппай қалады. Сөйтіп үйіне кіріп қараса, Ему не только на глаза повлиял технический спирт, на мозги явно тоже. Достар, төмендегі сілтеме арқылы бірінші бөлімді көріп кетуді ұмытпа. Осымен киноның соңы.